Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өрік ағашының жаздағы жай-күйі, олып күтіп баптау және суару маусымына қажетті ақпараттармен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда бізде маусым айының ортасы, міне көктем кезінде бүршік атпай тұрып, ағашымыз осылай қылып кесіп аламыз. Мына қараңыздаршы. Осылай кескенбіз. Мына осылай екі жаңағыдай сабақ жаңадан шығатын болады. Бұны кескен себебіміз осылай етіп кессек, ағаш өзінің формасын сақтай отырып, жаңағыдай сәйкесінше дәнді көбірек салады. Сонда ағашымыз жалпы бойының ұзындығына емес, сапасына үлкен мән беріледі. Бұл жерде жалпы енді бұл көктемде дұрыс кесіліп бапталған ағаштар, осындай болып сабақтары, қараңыздар. Мына жерден кесілген болатын көктем айында. Бүршік атпай тұрып, жапырақ салмай тұрып, міне қараңыздар. Үлкен екі сабақ шыққан. Биылғы өнімді қараңыздар. Енді Алла қаласа жақсы өнім аламыз деген ойдамыз. Бұл ағашымызға да бір где-то 4 жылдай болып қалды. Міне, сосын және бір бөлісе кететін пайдалы ақпараттардың бірі, қазіргі таңда енді ағаш жеміс атқаннан кейін суды мейлінше көбірек құйғанымыз абзал. Себебі ағаш жемісіміз осындай молынан көп болған жылы ағашымызға сүт өте жақсы. Кешіріңіздер, су өте жақсы көмектеседі, жақсы керек болады. Сол себепті бұл да бір пайдалы кеңестің бір түрі. Көбірек жемісіміз болған сайын сәйкесінше суды да көбірек құямыз. Мінекеңіздер, қараңыздар. Көктемде кесілген мына жерден. Көрдіңіздер ма? Көрініп тұр ма? Көктемде кесілген ағаштың түрі. Қазір қараңыздар. Қандай сабақтар шыққан? 2 сабақ. Көрдіңіздер ма? Бұның өзі ағаштың формасын сақтай отырып, жаңағыдай дөңгеленіп, ағашымыз өзіне жақсы жемісті бойына жинап бұйырса жақсы өнім аламыз деген ойдамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Әлі де тағы да Алла қаласа алда пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сау болыңыздар.